Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Сүлейменова Қарылғаш Дулатқызы, Қаныш Сәтпаев атындағы номер 9 орта мектебінің бастауыш сыныптары бойынша басшының орынбасарымын. Еңбек өтілім 12 жыл. Жұмыс мақсатым осы бастауыш сыныптары бойынша білім сапасын көтеру, жүйелі жұмыс істеу және балаларға тәлім тәрбие беру. Қайырлы күн. Мен Қаныш Сәтпаев атындағы номер 9 жалпы орта білім беретін мектебінде тәрбиесі жөніндегі басшының орынбасары болып жұмыс жасаймын. Менің есімім Мадиярова Зауреш Шугаевна. Жұмыс өтілім 21 жыл 3 ай. Менің мақсатым оқушыларды адалдыққа, әділдікке және жауапкершілікке тәрбиелеу. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы құқықтық мемлекет түсінігі. Мақсаты мемлекеттердің саяси құқықтық жүйесінің дамуының қазіргі тенденцияларын түсінесіңдер және құқықтық мемлекет ұғымын қолданасыңдар. Қазір дәптерлеріңді ашып, тақырыпты жазып қойыңдар. Менің аты жөнім Арапов Сәрсенбай Октябревич, тарих және география пәнінің мұғалімі, білімім жоғары. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетін тарих және география мамандығы бойынша аяқтадым. Маман ретіндегі мақсатым білімді, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін, отаншыл азаматтарды тәрбиелеу. Балалар, бүгінгі тақырып бізде ортақ бөлімге келтіру. Яғни бізде бірінші бөлшегіміз 3-тен 2 және 5-тен 3. Кел, осы екі бөлшектің ортақ бөлімге келтірейік. 3 пен 5-ті көбейтсек неше болады? Жаза қой, 15. Мен Еркінбек Шарапат. Осы мектепте математика пәні мұғалімі болып жұмыс істеймін. Еңбек өтілім 2 жыл 3 ай. Білімім жоғары. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетін тәмамдадым. Маман ретіндегі мақсатым оқушыларға тек білім беріп қана қоймай, олардың ойлау қабілетін, өзіне деген сенімін дамыту. Әр баланың бойындағы талантты ашуға тырысамын. Денелердің ішкі энергиясы ол бізде кинетикалық энергиямен, яғни қозғалыс энергиясымен потенциалдық энергияның қосындысына тең. Формула бойынша U тең кинетикалық энергия қосылған потенциалдық энергия. Мен Азен Руслан Әлібекұлы, физика пәнінің мұғалімі, Қаныш Сәтпаев атындағы номер 9 жалпы орта білім беру мектебінде жұмыс істеймін. Еңбек өтілім 2 жыл 2 ай. Білімім жоғары, магистр деңгейіне жеттім. Менің мақсатым елбасымыз айтқандай болашақ жастардың қолында. Яғни оқушыларды жоғары білімді сапа беру.